Я, Макгрегорсыз UFC емес екендігін көпшілік әлде қашан мойындаған. Жүрген жерін шоуда қылатын ирландық Хабибтен жеңілген соң 1 жылдан астам уақыт тынықта. Өзі де менің Нурмагомедовтен жеңілуімнің ең басты себебі қалай болса солай дайындалғанымнан деп мойындаған деді. Ал осы жолғы қарсыласына Макгрегор немқұрайлы қарамайтыны анық, тыңғылықты дайындалып жатыр. Тіпті бұған дейінгі қарсыластарының барлығын дерлік жекпе-жек алдында балағаттап, жерден алып жерге салатын Макгрегор бұл жолы ковбой тарапына тек жылы сөздер айтқаны жанкүйерлерін таң қалдырды. Тыңдап көріңіз. Мен бұрын ковбой екеуміз кездескен кезде арамызда бір жекпе-жек болады деп уәде бергем. Оның да өз оқиғасы бар. Бұл жекпе-жекті жанкүйерлер түгілі өзімде асыға күтіп жүрмін. Кездесуге келісім берген Дональдқа қатты ризамын. Ол көп жекпе-жек өткізді. Өзі де керемет адам. Онымен ұқсас жеріміз де көп. Екеуміздің де отбасымыз бар. Екеумізде әжеміздің тәрбиесін көрдік. Октагондағы өнерін де, адами қасиеттерін де қатты сыйлаймын. Қазір көптеген әлемдік спорт сарапшылары Дональд Серроне, яғни ковбойды кәрі қасқырға теңеп жатады. Яғни азу мұқалған, қажыр қайраты кеткен. Бірақ менің ойымша ол кәрі қасқыр болғанмен қай жерде дәл тістеу керектігін білетін жауынгер. Бұл туралы ойың қандай? Қалай дегенмен 50 жекпе-жек өткізген спортшы, UFC-дің талай чемпиондармен жұдырықтасқан, талай керемет спортшыларды жеңген жігіт. Сондықтан әрине бұл спортшы октагонда не істеу керек екенін біледі. Соны жүзеге асыруға тырысатын болады. Бұл жерде және де өте сондай бір сапалы матчмейкингті атап кетуге де болады. Конор Макгрегор дәл қазіргі уақытта өзіне өте ыңғайлы, стилистикалық тұрғыдан өте ыңғайлы қарсыласты таңдап отыр. Күрес деңгейі шамамен жақын, және дәл осы аяқта тұрып жұдырықтасу бокс мәнеріне келетін болсақ, дәл осы бокс мәнеріне өте ыңғайлы қарсылас. Дәл осы фактор менің ойымша шешуші болады, яғни дұрыс арақашықтықты ұстау, қолмен дұрыс жұмыс жасау. Енді бұйырса осы жексенбіде сол жекпе-жекке өзің комментаторлық етесің. Қалай ойлайсың, жекпе-жек қалай аяқталады? Бұл жерде жалпы әлем бойынша ең басты болжам, көптеген сарапшылардың болжам бойынша 3-ші раундқа дейін техникалық нокаутпен ирландиялық жеңіске жету керек. Бұнымен келіспеу қиын. Алғашқы раундтарда өте қауіпті ирландиялық спортшы, және екінші фактор бұл Дональд Серроне жалпы өз жекпе-жектерінде бірінші раундтарда өте сылбыр қимылдайды. Көбінесе бірінші раундты қарсыластарына беріп қойып та жатады. Сондықтан ең басты болжам, бұнымен келісуге де болады. Алғашқы 3 раундта техникалық нокаутпен ирландиялық спортшы жеңіске жетеді. Егер де 3 раундтан, 2 раундтан тіпті арғай жалғасатын болса, онда Дональд Серроненің мүмкіншіліктері пайда болады. Әсіресе қылқындыру әдісімен, немесе ауырту әдісімен аяқтап кетуге сондай бір жол ашылады деуге болатын шығар. Сөз жоқ, осы кездесуде Макгрегор Хабиб Нурмагомедовтен реванш ала ма? Жоқ па? Ол да шешіледі. Ресейліктен нокаутпен ұтылған ол кеткен есесін қайтаруға тырмысып-ақ жүр. Ол үшін алдымен еншісінде 50 жекпе-жегі бар ковбоймен болатын дуэльде асығы алшысынан түсу керек. Айта кетейік, Макгрегор осы кездесу үшін $5 миллион, Дональд Серроне $2 миллион көлемінде гонорар алады. Лас-Вегаста өтетін жекпе-жекке 20 000 билет, әдеттегіден 2 есе қымбаттығына қарамастан 3 минуттың ішінде сатылып кеткен.